Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен осы жіппен суарылып отырған доллар гүлін қайтадан егетін боламыз. Бұның қалай жіпке отырғызу керек? Өйткені көп менің көрермендерім сұрап жатыр, қалай жіпті ішіне саламыз, қалай жіппен суарылады деп. Соны осымен көрсеткім келіп отыр. Мынау енді көріп отқандарыңыздай ыдыстың пішіні өзгеріп кеткен. Енді қазір міне көрдіңіздер ме, алынбай жатыр. Енді бұны біз қайшымен қимасақ, бұл алынбайды. Егер тартып алатын болсақ, картошкасіне зиян келтіруіміз мүмкін. Сондықтан да өстіп кесіп алатын боламыз. Міне енді алынды. Картошкалері тамырларының барлығы жақсы. Мына өздеріңіз көріп отқандарыңыздай барлығы бір-бірімен шиеленісіп қалған екен. Қазір осыны жаймендеп қана тамырына зиян келтірмей ашып алатын боламыз. Картошкалердің бәрін ажыратып алдық. Негізі бұл доллар гүлін егетін уақытта міндетті түрде картошкалердің бәрін ажыратып алу керек. Жақсылап жуып, сосын барып егу керек. Мен бір доллар гүлімнің осындай тамырларын ашпай перевалка жасап еккенмін. Содан оның мындай тамырларының барлығы шіріп кетті. Енді мына картошкалердің барлығын қазір жуамыз. Міне осындай ыдыс дайындап қойдым. Бұл ыдыс алдыңғы ыдысынан сәл-пәл үлкендеу. Міне осы ыдысқа қазір өзіміздің осы доллар гүлімізді егетін боламыз. Міне өздеріңіз қарап тұрсаңыздар, осы картошкалерінің барлығы шапшақ осы ыдысқа сыйып тұр. Өзінің топырағы жарамайды. Біз басқа таза агробальт топырағына отырғызамыз. Ішіне ештеңе қоспаймыз. Өзінің жібі өзіне жарайды. Сол өзіне жаратамыз жібін. Міне енді біз картошкасын жуып әкелдік. Қараңыздаршы, қандай әппақ тамырлары, картошкалері өте жақсы болып өскен екен. Бұл доллар гүлі, жапырақтан өскен доллар гүлі. Мына жерлердің барлығында өскіндері шығайын деп тұр. Енді жібін қалай саламыз? Осындай жіпті ыдыстың астында осындай тесіктері болады. Сол тесікке қолымызбен ұстап тұрамыз жоғарғы жағын, ал астыңғы жағы осылай қалады. Өйткені ол суда тұрады. Осы жіпті ұстап тұрып, үстіне топырағын саламыз. Міне бізде осындай агробальт топырақ. Бұл суды жақсы сіңіреді, тамырларына жақсы ауа беріп тұрады. Жаңа сіздерге көрсетем деп ұмытып кетіппін. Алдын ала осындай су дайындап қойдым. Бұған монокалий фосфат 1 миллиграмм 1 литр суға, сосын 1 колпачок биогумус қостым. Сөйтіп алдын ала өстіп жаңағы топырағымызды осындай дәрумендермен жақсылап араластырып аламыз. Өйткені бұл доллар гүлінің тамыры осы дәрумендермен әрмен қарай өсетін болады. Бұл жіппен суаратын гүлдерді де міндетті түрде бұларға да суына дәрумен құйып тұруымыз керек. Сол кезде бар, бұл гүлдер сол дәруменмен өсетін болады. Қара судың өзіне гүлдер өспейді. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Міне енді осылай ылғал топырағымызды саламыз. Жібі кішкентай бет жағында шығып тұрады. Міне осылай сіздерге көрініп тұр ма? Енді осының үстіне біз жаңағы доллар гүлімізді отырғызамыз. Осылай барлығын әдемілеп, тамырлары бір-біріне қысылып тұрмау керек. Міне барлық гүлдерді сол жаңағы бір ыдысқа сала береміз. Міне осылай отырғызғаннан кейін үстіне тағы да жаңағы біздің қалған топырағымызды саламыз. Сөйтіп гүлімізді суға отырғызып қоямыз. Жаңағы дәрумен салған суды сол ыдысына құямыз да соған гүлімізді отырғызып қоямыз. Сөйтіп бұл гүліміз әрмен қарай өсе беретін болады. Ал суы таусылған уақытта келесіде қарапайым тұнған жылы су құйып қоямыз. Қазір қыстың күні өздеріңіз білесіздер, мұздай су құюға болмайды. Бұл доллар гүлдері ол ыстық жақтан келгендіктен бұлар жылы суды жақсы көреді. Сондықтан да қыстың күні болсын, жаздың күні болсын, бұл доллар гүліне жылы су құюымыз керек. Міне енді біз гүлімізді егіп болдық. Сметаның ыдысын алдым. Міне осыған қазір гүлімізді отырғызатын боламыз. Міне жібі астында тұру керек. Міне осылай.
сіздер де өздеріңіздің өспей тұрған доллар гүлдеріңізді алып осылай жаңағы сумен жіппен суарып қойсаңыздар болады. Бұған ешқандай күтім керек жоқ, тек су құйып қойсаңыздар болғаны, бұл өзі арман қарай өсе береді. Міне осы монокалий фосфат, сосын мынандай биогумус екеуін осы суға араластырып жаңа гүлге құйдым. Міне енді біздің гүлімізді осылай басқа ыдыстың ішіне отырғызып қойсақ болады. Сіздерге пайдалы болсын.